Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен үйде жасалатын сары ірімшікпен бөлісетін боламын. Кейбір жерде қызыл ірімшікті де атайды. Видеомды көрмес бұрын маған тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Бұл ірімшікті жасау үшін маған 3 литр сүт қажет болды. 3 литр сүтті жақсылап пісіріп алдым. Піскен кезде сапырып үстінен 1 стакан айран құйдым. Егер де сүттеріңіз тез ірімесе, онда сіздер айранды аз қостыңыз деген сөз. Менің айраным тәтті айран болды, мен 1 стакан айран қостым. Егер сіздердің айрандарыңыз шамалы қышқылдау болса, аз құясыздар. Жақсылап құйған кезде бірден араластырамыз, одан кейін бұрқылдатып қайнатамыз. Сағат тілімен айландырамыз, себебі ірімшігіміз өте ұсақ болып кетуі мүмкін. Сондықтан бір қалыпты қылып айландырамыз. Жақсылап қайнаған ірімшігімізді осылай сары суы бөлек бөлінеді. Бір пиалай қант қостым. Егер тәтті болсын десеңіздер, одан да көп қоссаңыздар болады. Қантымызды қосқан соң, жақсылап араластырып аламыз. Тағы да бұрқылдағанша қайнатамыз. Егер сіздер ірімшіктеріңіз қып-қызыл болсын десеңіздер, тағы да қайната бересіздер. Мен сары қылып, сары болғанша қайнатып алдым. Осылай ірімшіктерімді жақсылап сүзіп алып, үстінен ауыр затпен бастыртып қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай сары уызы шығып жатыр. 2 литрлік суға бастыртып қойдым мен. 1 сағат, 2 сағат бастыртып қойсаңыз, ары қарай тоңазытқышқа қойып, 1-2 сағатқа қолдана берсеңіздер болады. Өте дәмді болады. Бұл ірімшігімізді көбінесе ата-апалар жақсы көреді. Сәреске, ауызашарға берсеңіздер өте тойымды әрі пайдалы. Егер сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер және достарыңызға жіберіңіздер. Сіздермен бірге болған Кәмшат.